Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Қалдарыңыз қалайсыздар? Мен бүгін мен Рампия Сансызбайқызы аяқтарыңызға массаж эффектісін беретін, өз сондай әп-әдемі, жып-жылы және де өзіңізге, туған-туысқандарыңызға сыйлық ретінде берсеңіз керемет сыйлық болардай. Ең бастысы шығыны аз және де аяқты жылытатын ең керекті әп-әдемі осындай тәпішке тоқуды нөлден бастап үйрететін боламын. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Ендеше мені қолдап кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Жібіміз бен крючогымыз дайын болса, онда біз тоқуды бастаймыз. Ең алдымен қыздар, бізге воздушная петелька керек болады. Воздушная петелька полустолбик, столбик накидам деген барлығын мен алдыңғы сабақта толығымен түсіндірген болатынмын. Қазіргі бұл сабақта оның барлығын түсіндіріп отырмаймын. Жай ғана бір көрсетіп қайталап кетемін. Ең алдымен мына тұрған жібімнің басын, мына жібімнің басы, бес саусақты ашып көрсетейін. Мына жіптің ұшын былай іліңіздер. Ілдік, қыздар. Бізде мына жерде екі жіп тұр. Енді мына үш саусақты мына екі жіпті ұстап тұру үшін осылай қысамыз. Менімен бірге қайталап отырыңыздар, қыздар. Сол кезде сіздерге жеңіл болады. Түсінбесеңіздер, қайтадан көріңіздер. Асықпай қайта-қайта көре беріңіздер. Крючогымды аламын. Қайталап өтемін. Крючок менде номер 6. Тапочки тоқу үшін бізге 5-те 5, 6, 6-да 5, 7 крючоктарын қолдансаңыздар болады. Бірақ мен осы жібіме сәйкес осы номер 6 крючогын алдым. Крючокты былай қарай, мына жағына қарай кіргіземіз. Қараңыздар. Крючогымды кіргіздім, Одан кейін крючокты бір рет айналдырамыз. Бір. Айналдырдым. Енді мына тұрған жіпке қайтадан ораламыз. Қараңыздар. Мына тұрған жібімізге крючокты былай кіргіземіз. Кіргіздіңіздер ма? Менімен бірге қайталаңыздар. Енді мына тұрған жіпті мына жақтағы жіптің ішінен шығаруымыз керек болады. Ендеше мына ортадағы, мына ортада бағана айналды ғой жібіміз. Сол айналған жіпті екі қолдарыңызбен ұстап отырыңыздар. Ұстадым. Енді мына тұрған жіпті былай қарай шығарамыз. Өте оңай. Бұл бізде бірінші петелькамыз, бірінші жібіміз уже дайын. Так, біреу. Мына біреу, енді екеу болды, Тағы да біреу. Енді үшеу болды. Төртеу, мына қараңыздар. Мына тұрған крючокты былай айналдырып алып келемін да, мынаның ішіне қарай кіргіземін. Крючокты айналдырамын. Мына петельканың ішіне кіргіземін. Түсінікті деп ойлаймын, қыздар. Мен негізі толығымен түсіндірілген мастер-класс менде бар. Мен ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде тоқуды білмейтін жандар, өтініш жандарым соны көріп алыңыздар. Жақсы ма? Сол жерде мен толығымен айттым. Асықпай қайталаңыздар. 10 минут жаттығыңыздар. Болмай жатса ештеңе етпейді. Сөгіп қайтадан қайталаңыздар. Мен қазір білетін қыздармен ары қарай жалғастыра беремін. Өте оңай жалпы. Міне. Бізде қанша петелька болды? Енді санайық. Осы ағылшынша әріпке В деген әріпке ұқсап тұрса, ол демек 1, 1, 2 деп санай бересіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 қыздар. Енді ары қарай тағы да бізге бір петелька қосымша керек болады. Не үшін десеңіздер, қыздар, біз аяқ киімімізді, мына жерде тоқылған подошвамды көрсетейін. Қараңыздар, қандай әдемі. Түсі де өте әдемі ұнап тұр. Мына жерде ең соңғы петелькадан 1, 2, 3 петелька шығарамыз. Оның бәрін қазір көрсетемін. Ешқандай да қиын емес. Осы 3 петельканы шығару үшін бізге қосымша бір петельканы алу керек болады. Мына жерде біріншіден 3 петелька шығарамыз. 1, 2, 3-ден мына жеріміз овальный болып, дөп-дөңгелек болып, әдемі болып, мына жағына қарай. Мына рет тоқпаудан мына жаққа көшкеннен соң, мына жағымыз әдемі болып, былай қайырылуы үшін бізге бір петелька қосу керек болады. Сонда біз 16 емес, 17 петелька тоқитын боламыз. Перденің нелер бар ғой, осындай. Соларды қолданамын. Бұлар арзан және де жақсы ұстап тұрады, қыздар. 17-ші петелькамызды осылай қыстырып қоямыз, сіздерге көрінікті болып тұру үшін. Мынау ең 17-ші петельканы сіздер де қыстырып қойыңыздар. Белгілеген жерді, мына қараңыздар, крючогымда мынандай бір жіп тұр, мына. Одан кейін белгіленген 17-ші жібіміз тұр. Біз ол екеуіне тиіспейміз. Мынаған тиіспейміз. Біз келесі мына жақтағы петельканы ашып, осыған кіргіземіз. Мына 1, 2, бұл екеуін емес, мына 3-ші петелькаға кіргіземіз. Крючокты кіргіздік, мына жібімізді алып шығамыз. Мына қараңыздар. Алып шықтық. Бізде крючокта 2 жіп қалды. 2 жіпті бұлай қалдырмаймыз. Мына жібімізді қайтадан мына жаққа қарай алып шығу керек болады. Қараңыздар. Алып шықтық.
Бұл бізде орысша айтқан кезде столбики без накида. Осыны жаттап алыңыздар. Бағанағы толығымен мастер-класс бар дедім, соны міндетті түрде қайталаңыздар. Бұлардың барлығын мен сол мастер-классымда айттым. Келесі крючогымды мына жібімнің ішіне кіргіземін. Қайтадан столбики без накида. Мен айттым, 38-39 размерге стандарт келетін, ол 16 петелька. Біз 16 петельканы тоқыдық, плюс тағы біреуін қос, 17 болды. Нақты бізде алған петелька 16. 16-ны біз 2-ге бөлеміз, 8-8-ден. Жарт мына жағында 8, мына жағында 8 алады. Мынау біреуі мүлде санамайды, оны санамай қойыңыздар, жақсы ма? Енді біз не үшін оны бөлдік? Енді біз бөлген себебіміз мына жағы, мына жағы бізде қарасаңыздар жіңішкерек, ал мына жағы кішкене жуанырақ. Сондықтан біз столбики без накида деген мына кішкентай жаңа екі петельканы алып, бір петелькадан шығару. Мына жақтардың барлығын жіңішке қылып тоқимыз, ал мына жағын кішкене жуандатып тоқимыз. Сондықтан 16 петелька алдық па, біз оны ортасынан бөлеміз. 8-і мына жерде жіңішкерек болады, 8-і мына жақта жуанырақ болады. Түсінікті ғой, қыздар? Түсінсеңіздер өтініш смайлық па, комментарий ма, лайк па бірдеңе қойып кетіңіздер. Мен сирек көріп отырамын, түсінікті болып жатыр ма, болмай жатыр ма деген. Столбики без накиданы бір рет қайталап өтемін. Крючокты кіргіземіз тесігімізге. Мына жіпті алып шығамыз. Крючокқа берсеңіздер өзі алып шығады. Одан кейін 2 петелька қалады, екеуін біреу қылып осылай тоқи саламыз. Мен 3 тоқыдым. Енді ары қарай 4-шісі, міне 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, және де 8-шісі. Түсінікті ғой, қыздар? Міне біз 8 столбики без накида тоқтық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жақты қайталап айтамыз. Санамаймыз, бұл бөлек тұрған петелька. Енді ары қарай, қыздар, мына жақ жуан жағын тоқимыз. Сондықтан қазір мен сіздерге жуандату үшін біз столбики с накидом дегенді қолданамыз. Қазір бәрін көрсетем. Столбики с накидамды тоқу үшін ең бірінші бізге пол столбик тоқу керек болады. Пол столбик дегеніміз, міне, енді қараңыздар, крючокқа жіпті аламын. Одан кейін барып, келесі тесігімізге, мына тесікті біз санамаймыз. Мына жерге біз уже тоқыдық. Мынаны былай қойып қойын, мына жерге біз тоқыдық. Тоқылған петельканы үстіне тоқымаңыздар. Мына жерде біз келесі 9-шы тесігімізге, 9-шы тесігімізге крючоктың үстіне жіпті аламыз. Тығып, жіпті алып шығу керек. Одан кейін жіпті алып шыққан соң крючокты айналдырамыз. Осы үшеуінен, 1, 2, 3, үшеуінен бірге өткізіп жібереміз. Мына қыздар. Бұл бізде пол столбик. Бізге столбик с накидом дегеніміз мынадан қарағанда кішкене күрделілеу. Қазір қайтадан тура солай жіпті крючокқа аламыз. 10-шы тесігімізге кіргіземіз енді. Крючогымызды шығарамыз. Міне. 2 петелька, мынау екеуін, үшеуін бағана бірдей тоқып кеттік қой. А столбики с накидамда бірінші екеуін тоқимыз. Бізде крючогымыз қанша жіп қалды? 2 жіп қалды. Осы екеуін енді тоқимыз. Қайтадан бір рет көрсем, қыздар. Не түсінбей жатсаңыздар, сол видеоны қайта-қайта көрсеңіздер екен. Өйткені білетін жандарға мен ары қарай үйрете беремін. Уақыттарын алмаймын да, қыздар. Келісіп алайық, Енді крючогымызға жіпті қайтадан ілемін. 11-ші тесігімізге крючогымызды салдық. Крючокта 3 жіп қалды. Бірінші екеуін тоқимын. Одан кейін екеуін тоқимын. Енді қараңыздар, біз пол столбикті неге тоқыдық? Столбики с накидом мына кішкентайлар тұр ғой. Осыдан кейін жаңағыдай бірден мына столбик с накидамды тоқып кететін болсақ, әдемі көрінбес еді. Мына қараңыздар, тұрмыз, баспалдақ былай көтеріліп келе жатыр. Сондықтан әдемі көтерілу үшін біз ең бірінші орташасын тоқимыз, сосын барып күрделісін тоқимыз. Түсінікті, Ары қарай мына ең соңына дейін мына жерде бір петельканы қалдырамын. Оға дейін мен столбики с накидом тоқып шығамын. Тура бағана көрсеттім. Крючокқа жіпті алып, мына келесі 12-ші тесігіне кіргіземіз. Екеуін. Бірінші тоқимыз, сосын барып екеуін тоқимыз, қыздар. Мен негізі далада мастер-класс түсіріп тұрмын, сондықтан кішкене жылдамдатып жатырмын. Крючокқа жіпімді ілемін. Тура осылай. Сіздер де тоқып шығыңыздар, қыздар. Мынау соңғы петелька қалғанға дейін мен столбики с накидом тоқып шығамын.
Енді қараңыздар, бізде соңғы тесігіміз қалды. Мына оған дейін біз тоғып шықтық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, міне 8-шісі. 8-шісін қараңыздар, мына жерде бір тесігіміз қалды. Біз бір тесігімізді қалай тоқимыз? Мына жер былай дөңгелек болып, әдемі овальный дейді ғой, овальный болып түсу үшін, және де мына рядқа әдемі кету үшін біз осындай бір тесіктен 5-еу шығаратын боламыз, қыздар. Соңғы жібіміз қалды. Осы соңғы жібімізге мына крючогымызды мына жерде қалай тоқылдық? Столбик с накидамды. Бұл жерде де тура солай тоқимыз. Жіпті крючокқа аламын, ең соңғы петелькаға жіпті кіргіземін. Міне кіргіздім. Одан кейін барып, мына жердегі жіпті алып, мына жерге қоямын. Қайтадан бірінші екеуін тоқимын, сосын барып екеуін тоқимын. Қараңыздар. Бұл бізде біреу. Енді тура осылай төртеуін мына тесікке, бағана кіргізген тесігімізге жаңағыдай 5-еу шығарам. Тағы да жібімізді орадым. Тура сол тесікке. 2, 2, міне 2 болды. 1, 2. Тағы сол тесікке крючогымды кіргіземін. Мына жерін тоқып жатырмыз, қыздар, біз. 2, 3. Қайтадан крючокқа жіпті аламын. Бір, 2, 3, 4, 5. Бізде міне бір тесікке 5-еу кірді. Жібімді, бағана ең басында бастағанда осында жіп қалды ғой. Бұны сіздер қалдырып кетсеңіздер де болады. Сосын мына тоқылғанның араларына салып жүрсеңіздер болады. Немесе уақыт өткізбеймін десеңіздер, бірден осылармен бірге араларында тоқып жүрсеңіздер болады. Қазір мен оны көрсетемін. Енді ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырғанда, қыздар, мына жағында қалай тоқылды? Мына жерінде де тура солай тоқылады. Мына параллельно ғой. Мына жерде столбик с накидом тоқылдыңыз, мына жерде де столбик с накидом тоқылады. Мына жерде без накида тоқуының жанында да без накида тоқылады, қыздар. Енді мына жерде жанында мына столбики с накидом тоқылып тұр. Енді бізде тура сол жанында қалай тоқыдық, бізде соны тоқимыз. Міне крючогыма жіпті аламын. Міне бірінші екеуін тоқим, сосын екеуін тоқим. Бірінші екеуін тоқим, сосын екеуін тоқим. Мына жерде бағана қалған жіп бар ғой, міне тура соның жанына мынаны қойып қойыңыздар, сосын ол бірге тоқылып кетеді. Крючогыма жіпті аламын, міне кіргізгенде мына бағана қалып қалған жіпте бірдей тұра берсін. Мына жіптің астына кіреді, қазір ол тоқылып кетеді. Қайтадан мына жерге дейін столбик с накидом тоқимыз. Мына жіпті бірге міне қосып жіберіңіздер, міне. Сонда артыда әдемі болады. Ешқандай жіп салбырап, салаңдап тұрмайды, міне. Мына қолдарыңызбен осы ұстап тұрыңыздар, иә? Екінші рядымызды аяқтайын деп қалдық. Қазір сіздерге енді сұрақ болып жатқан шығар, столбики без накида, с накидом дегенді қалай ажыратамыз деп ше. Енді қыздар қараңыз. Оны сіздер мынау жіңішке болып өсіп тұрады, кішкентай болып. Ал былай жақындап қарасаңыздар, екі петелька бірден қосылып кеткені көрініп тұр, міне. Ашып көрсетейін. Мына бірінші петелькамыз, екінші петелькамыз, екі жіп осылай бірдей, міне, бірдей тоқылып кеткені, мына жерде бірінші, мына жерде екінші тұр, бірдей тоқылып кеткені көрініп тұр, Пол столбик дегеніміз 3 жіп бірден тоқылғаны көрініп тұр, міне. 1, 2, 3. 3 жіпті бірдей тоқып, мына жіп ары қарай кеткені көрініп тұр. Одан кейін ең күрделісі бірінші екеуін тоқыдық, міне. Одан кейін екеуін тоқығанымыз көрінеді. Столбик с накидом деген бірінші екеуін тоқисыздар, сосын екеуі тоқылған көрініп тұрады. Яғни оның бойы ұзынырақ болады. Бұл столбик біріншіден
бірден үшеуі тоқылып кеткен көрініп тұрады. Міне 1, 2, 3. Одан кейін бойы орташа, қазақша айтқанда. Осылай ажырата біліңіздер. Мастер-класстарды менің емес, енді басқа да мастер-классқа қатыссаңыздар өздеріңізге жеңілдірек болады да. Сондықтан да қазір мен айтып жатырмын сізге да, полстолбикті қайға дейін тоқыдық, соға дейін тоқимыз. Міне полстолбик міне, орташа түрі. Ол орташа түрі міне 1, 2, 3. Мына жерге дейін демек біз столбик с накидом тоқимыз. Енді тура мына жерге полстолбик тоқылған жерге жанына да полстолбик тоқитын боламыз. Крючокқа жібімді алдым. Түсініңіздер, жанда не тұр, қалай тоқып тұр, тура соны қайталаймыз. Бірден 3 жіпті міне, бірден 3 жіпті тоқып кеттім. 1, 2, 3. Ары қарай. Енді мына жерде столбики без накида тоқып тұр. Мен столбик без накида тоқимын. Біреу. Жібімді крючогымен жібімді кіргіземін. Крючокты кіргіздім, жібімді алып шығамын. 2 жіп болды. Екеуін бірден тоқимын. Тура осылай мына соңына дейін тоқып шығамыз, қыздар. Мына соңына дейін столбик без накида тоқыдым. Бізде енді тек қана мына жібім ғана қалды. Енді мына жерде мына белгі тұр. Осыған крючогымды кіргізіп алайын. Одан кейін мына белгіні алып тастаймыз. Енді біз бұл жерге 1 емес 3 жіпті қосатын боламыз. Крючогымды кіргіздім міне бағанағы тесікке. Крючогымды кіргіздім. Жіпті алдым. 1 жіп. 2 жіп. 2 жіп. Сосын 3-ші жіп. Міне 3-ші жіпті алдым, міне тоқыдым. Ең соңғы петелькадан 1, 2, 3. Бір тесіктен 3 шығардым. Міне қазір біз мына жерін тоқып жатырмыз. Енді болды, осымен бізде бірінші неміз аяқталды. Бір қатар мына бір қатарды жүріп өттік. Енді келесі қатарды жүріп өтеміз. Келесі бізде жіп мына бізге қарап тұр. Осыны тоқимыз. Міне біреу столбики без накида. Мына жерге полстолбикті қайға дейін тоқыдық. Мен көрсеттім ғой, негізінде бұны белгілеп қой, полстолбик тоқыған жеріңді деп жатады. Жарайды, белгілей салайық, бірақ негізінде бірден үйренсеңіздер, көріп үйреніңіздер. Мұны белгілеп, ол белгі түсіп қалса не істейсіздер, қайқын табасыздар, оны. Сондықтан мен сіздерге айтып жатқаным, біз қазір столбик без накида мына жерге дейін тоқып келеміз. Мына жер дегеніміз полстолбик тоқылған жерге дейін. Міне столбик без накида тоқимыз. Мен біреу тоқыдым. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жерде бізде полстолбик тұрса, қайтадан сол полстолбикті тоқимыз. Үшеуін бірдей тоқып жібердім. Жерде қалай тоқылып тұр? Мына столбик с накидом тоқылып тұр ғой, мына жерлердің барлығына. Демек біз қайтадан столбик с накидом тоқимыз. Мына жерге дейін тоқыңыздар. Қыздар, ашып көреміз. Біз мына жерде бір тесіктен 5 тал столбик с накидом шығардық, соны көрейік. Қараңыздар, ең соңғы тесіктен шығардық. 1, 2, 3, 4, 5. Енді қазір осылардың әр қайсысына 1 емес 2-2-ден столбик с накидом тоқимыз. Міне біреу. Бұл жерде тура сол. Біз бұл жерде 2 шығаратын боламыз. Міне мен біреуін тоқыдым. Екіншісін тоқимыз. Қараңыздар, крючокты кіргіземіз, шығарамыз. 2 жіп, 3 жіп тұр. Біріншісі 2-ін тоқимыз. 2-ін тоқи саламыз бірге. Сосын біріншісін бітірдік. Міне
біреуіне біз екеу тоқыдық. Міне біріншісіне екеу тоқыдық, екіншісін біреуін ғана тоқыдым, екіншісін қайтадан кіргіземін. Міне яғни қараңыздар, қазір тағы да бір қайталап өтейін. Қайтадан түсіндірем жандарым сол. Міне бір тесіктен мен 5 алдым. 1, 2, 3, 4, 5. Енді сол алғанның бір-біріне, міне біріншісіне 2-2-ден тура мына жерде столбик снекиден қалай тоқиды, тура солай тоқимыз. Бір артықшылығы, біз әрқайсысына, мына жерде әрқайсына біреуден тоқысақ, енді мына жерде әрқайсына 2-2-ден кіргіземіз. Мына бір тесікке 2 столбик кіргіздік, бір тесікке 2 столбик кіргіздік. Енді тағы да мына бір тесігіне 2-ден кіргіземіз. Бұл барлығында солай қайталанбайды, тек қана мына бас жағына мына 5 талын шығардық қой. Осы 5 талына 2 талдан 10 тал қыламыз, болды. Осы жақтан 2-2-ден қайталағанымыз бітеді. Міне тағы да тура сол тесікке қайтадан екіншісін кіргіземін. Жалпы түсінікті, е? Қыздар, тоқыма деген ол мына 3, мына 4-шісі, мына 5-шісі. Осының әрқайсына 2-2-ден кіргіземін. Мына жаққа 2 кіргіземін, мына жаққа 2 кіргіземін. Қыздар, тоқыма деген ол кәдімгідей адамның қолынан келетін нәрсе да. Ол жаңағыдай дұрыс емес болса ештеңе болмайды. Ол жіп үзіліп, крючогыңыз сынып қалмайды. Көру керек, барлығын көру керек, қыздар. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде қолдарыңыздан келеді. Мен сіздерге сенемін. Менің қолымнан келді, орыстардың қолынан келіп жатыр. Неге сіздің қолыңыздан келмейді? Келеді. Жасап көріңіздерші. Менің жасағанымды қайталаңыздар, болды. Мен сіздерге барынша түсінікті етіп қазақша мастер-класс шығарып жатырмын. Сіздер де тоқыңыздар, сатсаңыздар, бизнес бұл. Ал міне мына жерде 5 еді, енді қазір 10 болды. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қыздар, мына жерде біз бұл столбик деген не? Ол мына 1, 2, 3 шығарған жеріміз. Мен сіздерге белгілеп қойын, бірақ белгілеймін. Бірден үйреніп кетсеңіздер, өздеріңізге жеңіл болады ертең. Енді қайтадан крючогыма жіпті ілемін. Мына пол столбикқа дейін столбик с накидом шығарам. Әрқайсысына мына әр тесікке бір-бірден. Мына жерде біз пол столбикті оқыған жерге дейін келіп қаппыз. Енді мына белгілеген жерімді аламын. Тура осы жерге мен пол столбикті оқимын, қайтадан қайталаймын. Енді біз мына жерге дейін келдік. Қайтадан мына жерге қайталаймыз. Қыздар, мына жерде бір тесіктен біз 3 шығардық. 1, 2, 3. Міне қараңыздар. Ең соңғы 17 петелька деп айтып жатыр едім ғой, естеріңізде болса. Енді соның ең біріншісіне келгенге дейін мен столбики без накида тоқимын. Енді ары қарай бір тесіктен 2-2-ден кіргіземіз. Міне 3 еді ғой, 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6 болады. Демек қараңыздар, мына жерде тоқылып тұрма, столбик без накида тоқылып тұрма, демек мен столбики без накида тоқимын. Қараңыздар, ең бірінші тесікке кіргізіп жатырмын, қыздар, крючогымды. Енді жібімді алып шығамын. Міне қайтадан 2 жібімді мына тесікке кіргізіп столбик без накида тоқимын. Тура сол тесікке міне қайтадан тура солай столбик без накида тоқимын. Келесі екінші тесігімізге міне қайтадан 2 рет столбик без накида. 1, 2. Мына үшіншісіне тағы да 2 шығарам. 1, 2. Енді ары қарай қыздар, мына жерде бізде 1, 2, мына бізде 3-ші ряд. Міне қараңыздар, 1, 2. Енді мен 3-ші рядты толықтаймын. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жол болады. Түсінікті ғой,
Енді ең соңғы рядында мен міне қарасаңыздар барлығында столбики без накида тоқығанмын. Сіздер де тура осылай барлығына столбики без накида тоқып, тура мына жерге келген кезде бітіретін боламыз. Бітірген кезде мен жіпті қалай көрсетпеймін. Мысалы, мына жерде көрініп тұр ма, мен қай жерден бітіргенім. Мына жерде жіп қана көрініп тұр, бірақ қай жерден бітіргенім көрінбеген. Сондықтан осылай әдемі қылып жабуды мен сіздерге үйретемін, қараңыздар. Міне қараңыздар, біз 2 рядты бітірдік, енді 3-ші рядқа келдік. 3-ші рядқа келген кезде қазір көресіздер. Міне. Бұл бізде столбики без накида. Міне қараңыздар. 2 жіпті аламын. Міне соңғы рет бір рет көрсетейін. Крючокқа жіпті кіргіземін. Жібіне крючок кіргіземін. Мына тұрған жібімді алып шығамын крючок. 2 жіп қалады. 2 жібімді екеуінен өткізіп жіберемін. Әрбір тесікке столбики без накида тоқып шығамыз, қыздар, соңына дейін. Сол кезде бізде толығымен бір ұлтарақ дейді, негізі табан дейді, стелька дейді, подошва дейді. Осы бізде дайын болады. Кім не айтады білмеймін енді. Әр жер әртүрлі айтады, бірақ қазақша ұлтарағым осымен дайын болады. Соңғы ряд жай ғана қарапайым түрінде столбики без накидан осылай қайталаймыз. Ешқандай нәрсе тоқып жатқан жоқпын, артық барлығын сіздердің көздеріңізше тоқып жатырмын. Міне даланы бір көрсетіп қойын. Дала бізде кәдімгідей қар, сондықтан мен тезірек сөйлеп. Қыздар, міне қараңыздар. Тоқимын. Мына жерге келген кезде 1 петелька, 1-2 петелька алған кезде біз бұл жіпімізді үземіз. Қырқамыз. Бұны үзбеңіздер, шығармаңыздар. Енді әдемі көрінбейтін аяқты жабу үшін бізге мына келесі петельканы 1 рет тоқимыз. Жіпті алып шығарамыз. Және де мына жақтан жіпті алып шығып, жіпті соңына дейін шығара саламыз. Жіпті соңына дейін шығардық. Енді келесі кезек, мына жерде бізде жіп тұр ғой, мына келесі жібіміз, тура мына жанда көршісі. Тура соның астынан крючогыма кіргіземін да, крючокты кіргізіп. Сосын мына жіпті былай қарай шығарамын. Астына қарай шығарып жіберемін. Астына қарай шығарып жіберемін. Одан кейін мына жіпті келесі жібімнің астынан шығарамын, қараңыздар. Бұл жерде зигзаг тәріздес болады. Біреуінің астынан шығарсақ, келесінің үстінен шығарамыз мына жіпті, қалып қалған жібімізді. Одан кейін астынан, одан кейін үстінен. Осылай аяқтаймыз, қыздар. Енді қыздар, мынау ұлтарағым енді мұжылып тұр, көріп тұрсыздар. Енді біз бұны үтікпен жұмыс жасайтын боламыз қазір. Ол үшін бізге қызып тұрған үтік керек болады. Жіппен крючокты шетке қоя тұрамыз. Бізге осындай орамал керек болады. Орамал, полотенце, сүлгі деп жатады басқа жақта. Кәдімгі бес сүртетін орамал. Осыны қоямыз. Міне қойдық. Астына мына бағана мұжылып тұрған подошвамызды қоямыз. Арты осылай болып тұрады. Жатқызамыз. Жақсылап тұрып жатқызыңыздар. Мына жағын қарап жатқыздырмайсыздар, қыздар. Мына жақ оң ғой, мына жақ теріс. Мына терісіне жатқыздарсыздар. Неге? Өйткені үтік деген кезде мына әдемі мына өрімдерімізді үтігіміз көрсетпейді, басып қалады. Сосын жаңа үтіктің іздері қалып қалуы мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Сондықтан жатқызып, оң жағын астына қарай жатқызамыз. Міне көрініп тұр ғой, астына қарай жатқыздық. Шетінің барлығын осы түзулеп, әдемілеп. Міне. Содан кейін мына бетін жабамыз келесі жағымен. Қызып тұрған үтігіміздің тек қана парын ғана қолданамыз. Пармен жақсылап тұрып басамыз. Пармен жақсылап тұрып басып жіберіңіздер. Одан кейін, қыздар, басып болғаны, үтіктеп болған соң, бұл қатты жерде кем дегенде 1-2 сағат тұру керек. Мен негізі күндіз үтіктеп қоямын. Кешке қарай жатарда жаңа тоқып болғаннан соң сразу жаңағыдай гүл бар менде. Гүл, кәдімгідей гүл, ауыр гүлдердің астына қарай қойып қоямын. Немесе столдың астына, диванның астына, немесе үстінен үлкен ауыр зат басып қойсаңыздар болады. Бірақ мен түнде қарай осыны қойып қоямын. Жаңағыдай, яғни таңға дейін менде тұрады. Әбден тұрады. Менде кардон сияқты, кәдімгі қағаз сияқты басылып қалады.
ал егер де уақытыңыз болмай жатқан болса, онда сіздер 1-2 сағатқа кем дегенде қойып алуыңыз керек. Жақсылап үтіктейміз. Мінекей, менде 2 подошвам дайын. Дәл осындай подошвадан бізге 1 тапочка тоқу үшін 4 штук керек болады. 2-ден осылай қалың қылып қосамыз. Менде енді осы жібім кішкене жетпей тұр, көріп отырсыздар, мына аз-ақ қана қалды. Осы мен үстіне жеткізуім керек, сондықтан мен асты жағын басқа түстен тоқимын. Осы 2 подошвамызды қазір бір-біріне қосатын боламыз. 2 подошваны мінекей бірге алдық. Астынан да сондай тесік табамыз. Жібімізді аламыз. Жібімнің ұшы міне тура бағана саусаққа кигіздірейін. Крючокпен тура сол жіпті бер жағына қарай алып шығамыз, қыздар. Алып шықтық. Енді жіп осылай қалды. Мына жерін былай бір рет байлап жіберсеңіздер де болады. Келесі тесігімізге қайтадан сол крючокты кіргіземіз. Және де мына жағындағы да, астындағы подошваның да тура сондай тесігін табамыз да. Мына бағанағы жіпті қайтадан мына крючокқа кигіземіз. Бізде крючогымызда 2 жіп болды. Біз оны былай 1-2. Мына екінші жіпті мына біріншісіне кіргіземіз. Қараңыздар. Тура осылай. Мен осылай бастаймын, осылай тоқимын. Кейбіреулер мына жақтан бастап жатады. Мен ойлаймын, мына жағында тапочкидің үсті тұрады, сол кезде мына жері көрінбей қалады ғой. Сіздер мына астынан бастасаңыздар, әдемі көрінеді. Сондықтан мен осы астан бастап сіздерге көрсетейін деп жатырмын, қыздар. Мына жағынан да бастасаңыздар болады. Енді өздеріңіз біліңіздер. Мына жағы қайта-қайта жылжып кетпес үшін осылай қыстырып қоямыз. Осылай енді жалғастырамыз. Келесі тесігімізге кіргіземіз. Астынан да сол тесікті табамыз. Астында мына жіп тұр. Осы жіпті шығарамыз да қайтадан мына тесікке қарай кіргіземіз. Кішкене мынаны былай кіргізіп жіберіңіздер. Келесі тесігімізге де тура солай. Астынан мына жіпті алып шығамыз. Енді қыздар, негізі осы жерін бітірсек те болады. Бірақ мен жіпті ысырап етпей, мына жақтан қырқып, қайтадан мына жағынан бастап жүргенше, осылай давайте ары қарай жалғастыра берейік. Бұл жіпті экономдау түрі деп айтсам да болады. Тура осылай басына келдіңіздер ма? Дәл ең соңғы предпоследний дейді ғой, соңғысының алдыңғы петелькасына жібімді қойып, қайтадан осылай соңына дейін тоқимын. Енді мына бас жағы бар. Бас жақтағы 2 петельканы алып, мына жағындағы жіпті алып, тура шығара салам бір-біріне. Енді қыздар, ары қарай не істейміз? Ары қарай мына жердің әр қайсының осындай петелькасы бар, оны қараңыздар. Мына жерде 1, 2, 3, 4 деп. Соның әр қайсысын астыңғы жіппен біріктіріп тоқитын боламыз. Мына жақта да тура сондай жіп тауып аламыз. Жіпті кіргіземіз. Не істейміз? 2 жіпті. Мына былай тоқымайсыздар енді. Өзара тоқимыз. Бұны соединительная петелька дейді орыстар. Мына жақтағы тұрған жібіңіз бен мына жақтағы тұрған жіп бір-біріне қарама-қайшы сәйкес болу керек. Мына жіп, мына екеу, мынау екеу, мынау екеу деген сияқты. Астындағы жіп арқылы осылай тоқып шығамыз шетінен. Екеу былай келеді. Мына жақтағы 2 петелька бір-біріне қарап тұрған. Бұлар екеу бір-біріне келеді. Мына жақтағы екеу бір-біріне келеді. Тура осылай. Видеода қалай көріп тұрсыздар? Біреу, екеу, екеуін астындағы жіпті былай бетіне шығарып отырамыз. Екеуін тоқып отырамыз.